Мамай батырдың арманы. Бұрынғы өткен заманда 3 жігіт жолаушы жүріп, қонаққа ауылға жақындағанда бір малшыға жолығып, «Мына көрінген ауыл кімдікі?» деп жөн сұрапты. Малшы «Мамай батырдың ауылы» депті. Одан жүріп кетіп, тағы бір малшыға жолығып, «Мына ақ ауыл кімдікі?» депті. Малшы «Мамай батырдың ауылы» депті. Сонымен бұлар 9 ауылдың малшысынан сұрағанда, 9-ы да Мамай батырдың ауылы болыпты. Күн бата 10-шы ауылға келіп, бір ақ үйдің артына түсіп, бір жігіттен жөн сұрап, «Бұл кімнің ауылы, қонуға бола ма?» депті. Жігіт «Мамай батырдың ауылы. Мен барып ақсақалдан ұлықсат сұрап келейін, жолаушы» деп кетеді. Жолаушы жігіттер «Бұл Мамай деген кісі ме, жоқ бір ел ме?» депті өзді-өзі. Жігіт те келіп, «Сіздерге ұлықсат қонсын» депті. Сонымен 3 жолаушы әлгі үйге түсіп сәлем беріп кіріп келді. Келсе, төрге көрпе жастық тастаған. Төсекте сақалы белуарына түскен аппақ қудай бір шал отыр. Қонағым, жоғары шық» деді шал. Сонымен қонақтар төрге шығып барып отырды. Сәлемдесіп отырған соң шал, «Я жігіттер, не естіп білгендерің бар?» деді. Отырған қонақтар шалға сұрақ қойды. «Осы Мамай батыр кісі ме, жоқ болмаса бір тайпа ел ме? Біз жолда келе жатып, 9-шы ауылдан өтіп, 10-шы ауылға келіп отырмыз. Барлығын Мамай батырдың ауылы» дейді. Сонда отырған шал, «Бәйбіше, менің астымдағы көрпені қонақтардың қасына салшы, мен қонақтарыма әңгімемді айтайын» деп бәйбішесіне көрпені салдырып, қонағының қасына отырып, балалар, сол Мамай батырың мен, айтқан 9 ауылың, менің 9 ұлым бар, солардың ауылы. Өзіммен 10-шы ауыл» деді шал Мамай. Сонда қонақтар, «Ойпырмай, ақсақалай, сізде де арман бар мекен?» деді. Сонда Мамай батыр, «Ой, балалар, ол не дегенің? Мені қартайтқан сол арман ғой» деді. «Ай, ақсақалай, сізді арман қартайтса, басқа ел арманнан өліп қалмай босқа жүр екен» деді аналар. Сонда Мамай батыр айтты, «Мен сендерге арманымды айтып сынатайын. Менде 2 арман қартайтты» деді ол. Бірінші арман, 9 үйдің ортасында жалғыз қызым болды, аты Бегеш еді. О, жалғыз қызым ұл болып, 9 ұлым қыз болмады» деді. Қонақтар, «Неге үй дейсіз?» деді. Мамай айтты, «Менің әкемнің әкесі де, менің әкем де Үшарал деген жерге аң аулап барып, жоқ болып кетіпті. Содан мен ер жеттім, ат жалын тартып міндім. Сөйтіп жүргенде маған ой түсті. Менің әкелерім Үшаралға барып өлді. Онда қандай пәле бар, барып көрейінші» деп ойладым. Елімізде бір балгер адам бар еді. Соны шақыртып алып, жөнімді айттым. Ол қобызымен ойнап жіберіп, маған былай деді. «Тіл алсаң, барма, әкелерін де сонда өлді, сен де сонда өлейін деп педің?» деді. Оған да болмадым. «Не болса да Құдайын салғанын көрдім» деп, бәйге күрең атым бар еді, соған мініп тәуекел деп Үшаралға жүріп кеттім. Сонымен бірнеше күн жүріп Үшаралға келіп жеттім. Жері шүйгін, неше түрлі аңдары да, қалың тоғайлары да көп екен. 2-3 күн аң атып жеп жүрдім. Өзімді өзім күзетіп, еш нәрсе көрінбеді. Бұл менің әкелерімді құртып жүрген пәле қайда деп ойладым. Сонымен қанша жүре берейін, қой қайтайын деп бір аңды атып алып, бақырға салып, жеп кетейін деп отыр едім. Әлден уақытта арқандаулы тұрған атым осқырынып қоя берді. Жүгіріп қасына барсам, атым дірілдеп қан сиып тұр екен. Бір бәле бар екен, етімді жылдам пісіріп жеп кетейін деп асып отырған бақырымның қасына келіп отыра бергенде, бір нәрсе зуылдап келе жатты. Қарасам, ұзын бойлы қара сұр әйел, 2 қолы қусырулы, 2 көзі ішіп жеп бара жатыр. Келіп, асулы тұрған еттің қасына отырды. Мен де 2 көзімді одан айырмадым. Бір қолыма мылтығымды ұстап, бір қолыммен еттің астына от жағып отыра бердім. О да көзін менен айырмады. Ет пісті, ол кететін емес.
бір қолымда мылтық, етті түсіріп шанышқымен жеп отырмын. бір жіліктің басын шанышқымен алып ұсынып ем, аузын ашты. Аузына сүйек мүйегімен асатып едім, ол бір-ақ толғап сүйегімен жұта салды. Сонымен мен де отырдым. Ол да жауап қатпады. Мен де етті жеп болдым. Көзімді одан айырғам жоқ. Егер көзім ауып кетсе, қағып жібереді екен деп ойладым. Соныменен біраздан соң тұрып жүріп кетті. Қой, менің әкелерімді құртып жүрген сол екен деп, енді кетейін деп, атымды әкеп ерттеп ойланып тұрып, бұ қалай, мен елге барғанда не көрдім деп барамын. Бүгін Құдай сақтағанда тағы сақтар. Осы жерге қонайын деп қайта ойландым. Мұның артын тағы байқайын деп, түнде өз бойыммен бірдей жуан терек кесіп әкеп, ер тоқымымды басыма жастап, үстіне қара шапанымды айқара жауып, кісі құсатып жатқызып, өзім биік талдың басына шығып, мылтығымды ұстап, ұйықтамай қарап отырдым. Ай жарық еді. Қарасам, әлгі қатын келе жатыр. Шапан жамылып жатқан мен екен деп, келе сала ағашқа мініп алып жұлмалай бастады. Мен мылтықпен тас өкпеден дәлдеп басып салдым. Тұра жөнелді. Мен де жылдам атымды ерттеп міне сап, ізіне түсіп келемін. Жүрген жерінен қан жосып келеді. Бір жерге келгенде қалың тоғайдан атым жүре алмады. Соңына түсіп жаяулап келсем, қалың талдың ішінде балағаны бар екен. Соған кіре құлап өлген екен. Екі қолын кесіп алдым. Қолы пістедей темір, жез-тырнақ екен. Балағанның төбесінде ақ балта жарқылдап тұр екен. Оны қоса алдым да атыма мініп жүріп кетіп қайтып үйіме келдім. Келісімен баяғы барма деген бақсыны шақыртып алып, міне мынау жез-тырнақтың қолы, мынау балтасы. Сен барма деп ең, мен барып, әкелерімді өлтірген дұшпанымнан кек алдым, дедім. Сонда бақсы отырып, бұл көк тырнақ адамды ұсатып жібереді, және бұл ерлі-байлы екеу еді. Сенің өлтіргенің дұрыс, бірақ балтаны алмау керек еді. Енді мұның ері бар. Ол осы балта қайда тұрса, соны іздеп тауып, ауылыңмен үгіп кетеді, деді. Балтаны бекер алдың. Бұл 3 айда болмаса, 3 жылда қайдан болса да табады. Оған дейін босағада ұйықтамай қарап отыруың керек. Егер білмей қалсаң, ауылыңның шетінен ағына дейін түгел қырады. Және оны өз балтасы болмаса, өзге нәрсе оның басын кесе алмайды, дейді. Сонымен бақсының сөзінен шошып, қорқып түн болса ұйықтамай ақ балтаны алып, босағада қарап тұратын болдым. Сөйтіп жүргенде жалғыз қызым Бикешті күйеуге беріп, қалың малы біткен соң ұзатпақ болдым. Басына үй тігіп, қанша мал беріп, ал Бикеш, менен не сұрайсың? Жалғыз қызым едің, сенен не сұрасаң да аямаймын, дедім. Сонда қызым айтты: маған берген малың, үйің керек емес. Мені қызым десең, жез-тырнақты өлтіріп әкелген ақ балтаңды бер, басқа түк те сұрамаймын, деді. Мен састым. Ай балам-ау, оны қалай беремін? Саған берсем, мен өлмеймін бе? Дедім. Оған қызым болмады. Оны бермесең, қызым деме, деп жылап отырып алды. Қайтейін, жалғыз қызым жылаған соң, көңілін қимай амалсыздан ақ балтаны бердім. Қызым ырза болды. Сонымен апарып салып қызымды орналастырдым. Сөйтіп, өз балтамды алып, ұйықтамай қарап отыратын болдым. Енді қызыма келейін. Барған соң қызым өзінің ақ отауын ауылдың қия бір шетіне тіккізіп, түн болса ақ балтаны қолға алып, ұйықтамай босағада қарап тұратын болды. Күйеуі Бикештен сыр сұраса, оған сырын айтпайды. Сырымды кейін айтамын, дейді. Сөйтіп қызым бірнеше күн ұйықтамай күзетіп отырды. Бір күні түнде ай жарық еді. Ауылдың көп иті шулап үріп сыртқа қарай жөнелді. Бикеш те үрген жаққа көз жіберсе, бір ұзын адам келе жатыр. Ит үрсе отыра қалады. Иттер онда жай-жайына кетеді. Одан кейін қайта тұрып жүреді. Тағы ит үрсе, тағы да отыра қалады. Тағы көрінбей кетеді. Сонда иттер жай-жайына кетеді.
Сонымен ауылдың шетіне жетіп, шеткі үйден кіріп аралап, барлық үйлерден өтіп Бикештің үйіне келеді. Бикеш те көріп ақ балтаны қолына алып, дайындалып тұрды. Ол да келіп, есіктен үйге кіре берді. Ақ балтаны қақпастан салып жібергенде басы ұшып жерге түседі. Бикеш төсекте жатқан күйеуін оятып, мына жатқанды көр, деп барлық сырын айтып берді. Екеуі жезтырнақтың кірген үйлеріне барса, барлығын үй ішімен бірін қалдырмай өлтіре беріпті. Сонымен екі ат алдырып мініп, күйеуімен екеуі жезтырнақтың қолын кесіп алып, басын алып және ақ балтаны алып, қызым маған келді. Әке, мә, қимаған ақ балтаңды өзіңе берейін. Мен ақ балтаны алғанда, өзім өлейін, 9 ағайым менсіз аман қалсын деп алдым. Егер сіз балтаны бермегеніңізде, 9 ұлыңызды өлтіріп, өз басыңыз жалғыз аман қалғанда, кімге тұлға боласыз? Мен өлсем, өзім өлейін, ағаларым өлмесін деп балтаңызды алғаным сол еді. Міне, қимаған балтаңызды өзіңізге берейін, деп өзіме берді. Міне, бір арманым осы балалар. 9 ұлым қыз болып, жалғыз қызым ұл болмады деп арман етемін. Осы арман ба, жоқ арман емес пе, қонақтар? Деді Мамай батыр. Екінші арманым, деді Мамай батыр. Осы көк тұрнақтарды өлтіріп, әкелерімнің өшін алып, көңіл жайланып, сонымен үйден шықпай 15-20 жыл жаттым. Содан кейін бір күні ой түсіп, Құбажон деген жоным бар еді. Салқын самал соғып тұрушы еді. Суы көк мөлдір, зәмзәм суында еді. Осыларды сағынып сейілге бір шығып көңіл көтеріп келейін деп, Жайдақкер деген бәйге атыма мініп, Құбажоныма шығып жан-жаққа көз салып қарасам, баяғы шыңырау құдығымның басында көп қос тігулі тұр. Аппақ ақ қайыңдай бір топ қыздар құдық басында ойнап жүр. Бұл не ғажап? Бұрын басында дәл осындай уақиға болған жоқ еді. Мен барда қорқып ешкім келмеуші еді. Мені өлді санап, құдығымды иемденген екен деп ойладым. Ал енді қалай ету керек? Барайын дебем, қорықтым. Қартайып қалдым. Барсам өлтіріп кетіп, Мамай батырды жау өлтіріп кетті деп ел мазақтай ма деп те ойлаймын. Мұны қалай етсем, елге қайтып кісі жинап келем бе? Деп ойланып тұрып, бірақ мұны бойыма ар көрдім де, ерлік намысым қозып кетті. Қой, елге айтқаныммен Мамай батыр қартайып кеткен екен, өзі қорқып келіп, қол жинап апарды дер. Одан да өлсем өзім барып көрейін, тәуекел деп, шыңырау құдыққа қарай келе жатырмын. Құдыққа тақағанда, құдық маңында ойнап жүрген көп қыздар алдымнан шығып, келе аттың шаужайынан алып, күйеу келді деп жабылып мені аударып алды. Қалған қыздар бірі сақалымнан жұлып, бірі мұртымнан тартып, бірі иығыма мініп, бірі қойғылап, жұлмалап, күйеу деп әкеп, бір үлкен ақ қосқа кіргізіп, асты-үстіме көрпе сап, төсеп неше түрлі тағамды алдыма қойды. Өздері бірге отырып, күйеужан іш деп барлығы қойғыштап есімді шығарды. Бір өңкей сұлу қыз. Мұның қайсысы менің әйелім екені белгісіз. Әйтеуір күйеу дейді. Сол кезде 35-тегі қалыбыма түстім. Сөйтіп күн батты, түн болды. Бір-екі қыз келіп, үйдегі қыздарға күйеу үлкен үйге кіріп отқа май құйсын, тамақ ішсін деп келді. Сол-ақ мұң екен, көп қыз қол аяғымды жерге тигізбей жұлқылап, күйеу деп жұлмалап әкеп, үлкен ақ қосқа кіргізіп, қолыма май құйған. Бақыр беріп, отқа май құй күйеу деді. Мен бақырды алып, күйеу ырымын жасап отқа май құйдым. Төрге шығарып, алтын тақтың үстінде үлде мен бүлдеге бөленген ай мен күндей бір сұлу қыздың қасына әкеп, маған алтын орындық беріп отырғызды. Менің жарым осы екен деп, сол кезде 25-тегі қалпыма түстім. Бір уақытта неше түрлі тамақ әкеліп қойып, шынтақтап отырып шай ішуге айналғанда, әлгі алтын тақтағы қыз да келіп, менің қасыма шынтақтап келіп отырып шай ішті. Көп қыздар күйеу деп жұлқылап жатыр. Мен жасаңғырап, баяғы жастық қалпыма келдім. Шайды ішіп болған соң, қасымда шынтақтап жатқан қыз құрбыларына,
барыңдар, жақсылап төсек салыңдар деп бұйырды. Қыздар барып төсек салып келіп, тақсыр төсек дайын деп патшағызға хабарлады. Патшағыз, олай болса деп барлығымыз да сонда бардық. Барсақ төсекті белден қып салыпты. Әлгі патшағыз барыңдар деп қыздардың барлығын таратып жіберіп, өзі менің қасымда қалды. Сонымен екеуміз оңаша қалдық. Мен шешініп төсекке жаттым. Қыз отырды. Сонан кейін еркектік етіп көрейін деп қызды қолынан тартып едім. Маған қыз айтты: "Жоқ, қазір болмайды. Саған серт қоямын. Сен таң атқанша мына шамға қарап ұйықтамай отырасың", деді. Сонымен жарайды деп мен таң атқанша кірпік қақпай отырып, бір кезде талып ұйықтап қалыппын. Таң атқанда шошып ояна келсем, басымда атым байлаулы, мылтығым қасымда, басқа түк жоқ, түгел көшіп кетіпті. Жалғыз-ақ астыма бір көрпені тастап кетіпті. Орнымнан ұшып тұрып, астымдағы көрпені жұлып алсам, бір жапырақ қағаз жазып тастап кетіпті. Алып оқысам, мынадай сөз жазыпты: "Мен перінің патшасының қызы едім. Атым Мүхрия. Сен Мамай батыр үш аралдағы ерлі-байлы көк тұрнақты өлтірді деген соң, адам баласына да осындай батыр болады екен деп, мен саған ғашық болып, іздеп таба алмай бірнеше жыл жүрдім. Сонымен кейін естіп, Мамайдың Құбажон деген жоны бар, Шыңырау құдық деген құдығы бар. Соған барсаң табасың", деді. "Ол жерге Мамай батыр өлмесе бір келеді", деді. "Сонымен мен сені іздеп, осы жерге көшіп келгеніме 8 жыл болды. Тірі болса бір келер деп, сөйтіп ғашық болып тосқан жігітім сен келдің. Көрсем қартайып қалыпсың. Сонда да ойланып, бір бала ұрпақ берер халі бар мекен деп сені сынадым. Егер сен кірпік қақпай таң атқанша шамға қарап отырғанда, мен саған тиетін едім. Сөйтсем сен қартайған екенсің. Енді саған жоқпын, менен үміт етпе", деп, "Мына көрпені астыңа салып отырсын деп берген көзім", депті де ұшып кетіпті. Мына астымдағы көрпе соның беріп кеткен көрпесі. Бұл қонақтарға көрсетіп, бұл арман ба, жоқ па? Арман болса, мені қартайтқан міне осы 2 арман", депті Мамай батыр. Қонақтары: "Я, мынау үлкен арман екен", дейді.